Трамп соттан сот, қызы сот, күйеу баласы сот, ұлдары сот. Осы аз күннің алдында тағы бір қызын ұзатты. Соңғы қызы ғой деймін. Өзімен 6 жыл отбасы құрған, кейін ажырасқан мына Мелания Трамптан бұрынғы келіншегінен жалғыз қыз бар екен. Сол жалғыз қызды ұзатты. Жалғыз қыз ол әйелден. Бірақ жалғыз қызын бұрынғы одан бұрынғы әйелінен болған Иванка құттықтап, дос болып, тойында қыз жолдас болып, кәдімгі соның тойында жүр. Мына қазіргі келіншегі ол қыздың тойын құттықтап, бетінен сүйіп жүр. Мына қазіргі Меланиядан туған бойы 2 метрден асып кеткен ұлы, ол әпкесінің тойында құттықтап жүр. Бұл Трамптың әйелдері де енді шынында разы боласың да. Бір рет күйеуі туралы бір ауыз жаман сөз айтқан жоқ. Өткенде бір бұрынғы әйел қайтыс болды. Мына әйелі барды. Ұлы бар жаңағы. Бұрынғы әйелін, оның балалары, одан бұрынғы әйелінің балалары бәрі қатысты. Үлкен әулет. Шешелері бөлек-бөлек болса да, ұлдары, қыздары бірімен бірі тату. Мына қызды ұзатты. Қыз қатты разы болып әлеуметтік желіде жазды. Мен әкемнің өте сұрапыл саяси күресті ішінде жүргенін білем, бірақ менің тойыма қатысып, бір күн саясатпен араласпай дейді. Бір күн араласпай, менің тойымда болғанына қуанамын деді. Енді жаңағы глобалистер жазды, ойбай, 500 адамдық той болды деп жазды. Сөйтсе 500 адамдық той емес, жай өздерінің туыс-туғаны ең жақындары ғана болған кішкентай той болыпты. 500 адамдық той деп Американы біреуді жалалағанда 500 адамдық той жасап дейді. Әгін естіп ап, мен қарқылдап кеттім. Біздегі бір сұмырай әнші ма, ақын ба, бір сұмырайдың тойы солай болады. Дубайда той жасайды, арнай ұшақ жалдайды. Ұшақпен 220-250 адамды ұшырып Дубайға апарып, оны 10 күндік қымбат қонақ үйін төлеп, 10 күн Дубайда болып, кемеде қыдырып, яхтада қыдырып, ұшақта бар, ең қымбат ресторандарда бәленбай мәрте той болып, әлемдік жұлдыздар бар. Қазақстаннан бір ұшақ әнші барады жаңағы, халаулымдеуге. Сөйтіп, біздің есірік байлар той жасады ғой. Бірақ ауылдастары, жерлестері, қазақтың мұқтаж ауру сырқаулары жерге нан таппай, ауру басатын дәріні алуға ақшасы жоқ, қиналып жатқанда, аш қазақ қабат үйден секіріп, баласын құшақтап, үйдің маяқысын төлей алмай, баласына нан тауып бере алмаған әйелдер торығып, баласын құшақтап 9-шы қабаттан секіріп өліп жатқанда, қазақтың есерсоқ аталмыш өнер адамдары Дубайда, Стамбулда ұшақ жалдап барып, 500-ің не? 1000-2000 адамдық той жасайды. Ал мұна Американың бұрынғы президенті, өзі миллиардер, президент болмай тұрып миллиардер. Президент болмай тұрып бүкіл жер әлемде жылжымайтын мүлікпенен жаңағы бизнестерін ашып қойған, бүкіл әулетіменен байыған, әкесі де бай болған. Мұна Трампты не деді? Ойбай, бұлар сырапшыл болып 500 адамдық той жасады. Мен айтам ғой, бір Шымкентте ауылдың әкімі 3000 адамдық той жасайды ғой. Шымкенттің ауылының әкімі 3000 адамдық той жасайды. Мен Трамптың қызының Твиттерінің астына жазып жібердім. 500 адамдық той деген не? Бізде Қазақстан деген бір ел бар, мына жер әлемдегі бір ең сорлы, алтынның үстінде жатып аш-жалаңаш қайыршы болып, адамдар аштықтан өліп жатқан, 5 сәби жоқшылықтан өртеніп жатқан, өз баласын өзі жоқшылықтан өлтіріп жатқан, осындай бір ел бар. Ол жерде, осы елде әлемнің 9-шы үлкен территориясы да жасайды, бірақ адамдар үйсіз. Бүкіл әлемнің мұнайы мен газының 4-ші деңгейдегі запасы бізде, бүкіл әлемнің уранның 61% бізде, бірақ адамдар аш-жалаңаш. Осындай коррупцияға батқан елде Шымкент деген жердегі ауылдың әкімі 3000 адамдық той жасайды. Ол Трамптың қызы 500 адамдық той жасаған деген не әңгіме ол? Жазып өтік. Сөйсек 500-іңде жоқ, өздерінің жақындары. Сол Трамптың бәленбай әйелінен туған түгенбай баласы жиналып, сол жақындары ғана той өткізіп.